Ахат ата баланың тамырын бір сәт ұстап үнсіз қалған. Құныстана жүйесінен отырып, басын ірге жаққа бұрып, көзін шарт жұмып алған. Қартайғанда қас та қарады екен. Жалбыраған бұрыл қас, жұмылы көзін көлегейлеп тұр. Шағын жер үйдің іші тым-тырыс, ала көлеңке. Тек жалғыз терезенің құрақ көзін бір көк шыбын түрткілеп шығарға тесік таппай, ызыңдап мазаны алып барады. Жайшылықта ерінбес еді, мына сын сәтте көк шыбынның жанталаса ызыңдауы үйдегілерге жайсыз тиді. Желкепенің төбесін көтеріп тұрған жалғыз қары жуан белағаш. Оның да ырсиған жарығы бар. Белағашқа екі бүйірінен бұталмаған шыбықтар салынған. Үйдің ішкі төбесі сыланбаған. Жертөленің ортасына жаққан оттың жалыны мен түтінінен үйдің төбесі әбден жылтырап ысталған. Төбедегі түтін тартар жалғыз қуырдың аузынан сүңгілер салбырайды. Белағашты ұстап тұрған жалғыз тіреуге әр жерінен шеге қағылып, қайыс жүген, қамшы, орама қыларқан, бірдесте адыраспан ілінген. Рысқұлдың жалаң қабат көне шекпені мен ескі киіз қалпағы да сонда. Босағада қотыр қабырғаға арқасын сүйеп, жүйесінен отырған алпамса кісі мазасыз көк шыбын жаққа атырыла бір қарап қалды. Егер шыбын орында адам болса, мына бір алмас қылыштай жарқ ете қалған қаһарлы көзден зәресі зәр түбіне кетер еді. Бірақ шыбын деген мақұлыққа адамның көз қарасы әсер етпейді. Көк шыбын зарлағанын қоймай, жаман әйнекті сабалай берді. Алпамса тұлға босағадан атып тұрып, басындағы киіз қалпағы мен терезедегі шыбынды салып қалайын деп бір оқталды да, Тәуіп атаның көңілін бөлмейін деп, қайта сап болды. Қос тұлымшағын шуда жіппен түйген, кекілі желпілдеген кішкене қыз, айран құйған аяққа қолын соза беріп, дөңке инеліктің баулығын сылдырлатып алып еді, бағанадан бері бетін қырын беріп, тізесін құшақтап үнсіз отырған әдемше келіншек әлгіміздің жалаңаш топ-толық балтырынан шымшып алды. Қыз бала не дауыстап жыларын да білмей, не әкесіне арыз ғып айтарын да білмей, аузы кемсеңдеп, айранға созған қолы ербиген күйінде тақыр жерде отырды да қалды. Осы үйдегі жалғыз аласа ағаш төсектің үстінде жатқан ауру бала қарындасы Түйметайдың түрін көріп күліп жібере жаздады. Бірақ күлуге шамасы келмей, қан сөлсіз көдерістеу ерні сәл ғана жыбыр етті. Аласа төсектен салбыраған арық қолын қоңқақ мұрын Тәуіп шал әлі ұстап отыр. Топ-толы қарулы бала енді қауқарсыз сүлде сүйек боп қалған. Қара торы өңі қазір боп-бос, көзінің айналасына көдеріс көлеңкесі түскен. Бұрын тәмпектеу мұрыны енді ерекше сопайып ебедейсіз көрінеді. Жанарында ұшқын бар екен. Көк көлеңкелі ажал қанша төңіректесе де, сол ұшқынды өлшей алмапты. Кәрі Тәуіп жұмылы көзбен салбыраған қасының арасынан соны көріп отыр. Кәрі Тәуіптің аңғарымпаз көзі баланың шеке тамырының бүлкілінен ақ бар жағдайды пайымдаған. Ал енді қолын ұстап тамыр басып отырғаны, мына өз аузын аңдыған ата-ананың көңілі үшін әрі десе емнің түрін айтуға уақыт ұтып ойланып алмақшы. Төсек тартып жатқан ауру бала, ана отырған алпамса кеуделі Рысқұлдың жар дегенде жалғыз ұлы Тұрар еді. Жатқанына жарты айдан асты. Аузына су тамызып, әке-шеше қасынан бір елі кетпей отырғанына да жарты айдан асты. Әуелі оның науқасын ешкім елеген жоқ. Жүзі сынық, ойынға зауқы жоқ, салғырт тартып бір-екі күн жүргенде, үлкендер оны жай тұмау-сымау шығар дегенде қойған. Өже шешесіз Байша, күн өтіп кеткен шығар, өмір бала болып, тіл алып тақиясын киіп жүргенді білмейді деді. Я, ол тақиясын тақия телпек ойнап жыртып қойған, қарындасы Түйметай. Ал әкесі Рысқұл баланы басынан сипап қана қойған. Сонда әке жазған сезіктен те қалып еді. Баланың басы шашына дейін ысып тұр екен. Көнтек алақаны соны сезген. Көпті көрген алақан өз сезігін білдіріп ақ баққан. Әкенің алақаны десеңші. Сол алақан аялап өсірген балада арман бар ма? Рысқұл жаманға жорғысы келмеді. Күн тисе тиген шығар деді де қойды. Ал Тұрардың өңі солған гүлдей суала берді. Кешке жақын тысқа дәретке шыққан бала үйге қайтып кіргенде табалдырықтан аттай бере құлап қалды. Кешкі асудың қамында жүрген Ізбайшаның ойбай деген дауысы шығып кетті. Жүгіріп барып баланың басын сүйеді.
дауыстап сыртта жүрген күйеуін шақырады. Жайшылықта ағасының әрбір ағат қимылын аңдып, бала мінезбен бір мұқатып қалатын Түйметай да қазір оқыс шошынып, тұлымы сексиіп, жыларман боп тұр еді. Жаман дауыстан жүрегі дір еткен әке үйге барысша бірақ қатылып кірді де, баласының әлпетінен іштей сестеніп қалды. Бірақ сыр бермей сабыр сақтап, Тұрарды жерден көтеріп апарып, аласа ағаш төсекке жатқызды. Міне сол жатқаннан әлі тұрған жоқ. Рысқұл қатарынан 3-4 түнді ұйқысыз өткізді. Ерні кезеріп, күйіп жанып бара жатқан баланың аузына су тамызып отырды. Болыс ауылынан Әкрәм молда келіп үшкірген болды. Бірақ сыңайы ауруды енді адам санатына қоспайтындай. Қоштасарды Рысқұлға: Батыр, ештеңе етпес, сүзек екен. Әруақ Құдай қолдаса ештеңе етпес деп, жүзі дайқып үйден асығыс шығып кеткен. Дүниенің бұраңдаған қисық-қисық жолында маңдайына бармақтай бақ құралмаған Рысқұл үшін бұл жалғанның бар қызығы осы балалар еді. Тұрары мен Түйметайы жер ортасына таянғанда көрген жарық сәулелері, екеуі көздің екі жанарындай. Бұлардан бұрынғы бейшараларға бұл фәниден ұзақ дәмтөз бұйырмаған. Сөйтіп жүргенде көрген Тұрар ғой. Тұрар деген атының өзіне әке байғұс бар үмітін артып еді. Енді соның өзін есейіп, ес біліп қалғанда ажал құзғын айналдырып, тұзағын талша мойынға аяусыз тастап тұр. Намаз оқымас, ораза тұтпас Рысқұл енді сасып амалсыз Аллаға сыйынды. Ақ пайғамбардың, сәбилердің пірі Умай ананың есімдерін ішінен әлденеше рет атады. Бәйдібек бабасына, домалақ атанған Нұрила анасына сыйынды. Енді осыдан бала оңалып, Құдай қуат берсе, Түлкібас жуалдағы туған жерге бір қайырылып, Қаратау қойнында, бала бөген бойында тұрған Бәйдібек бабасы мен домалақ анасының күмбезіне барып бас иіп, тәжім етуге ант берді. Алды қашан жер томпайтып қалған Жылқайдар әкесін, Бердіқұл ағасын есіне алды. Солардың басына барып Құран оқытқызбасам бе деді. Қу тірліктің тәлкегінде жүріп, оларды еске алып, Құран түсірбегеніне кешірім сұрады. Тұрар ұрпағың деді ғой. Мейіріміңді сал деп Жылқайдар әкесінің Сәлік бабасының аруағына жалбарынды. Тұрардың қатты құлағанына Ізбайша да қиналып, уайым жеп, ауру баланың асты үстіне түсіп, ықыласын салып-ақ бақты. Төсектен тұра алмай буын-буыны құраған дардай баланың зәрін тосып алып, айналып толғанып ақ жүр. Сөйтсе де құрғыр, өгей шеше өзегі Рысқұлдай өртене қойған жоқ. Нардай Рысқұл аз күннің ішінде азып-тозып кәдімгідей шөгіп қалған. Ізбайша жанашыр болғанмен жан күйер бола алған жоқ. Тәңіріңнің ісі, аламын десе де өзі білет, қоямын десе де өзі білет. Адамның жаны Алланың аманаты, қашан қайтып алуы өзінің ықтияры деп жүрді ішінен. Пендешілік қой. Жас келіншек Тұрардан Рысқұлды қызғанып та қалушы еді. Күйеуі өз ұлының жолында садағасы кеткісі келіп тұратын. Шығарға жаны бөлек, әйтпесе Тұрар дегенде басқа дүниенің бәрін талақ қылуға дайын. Бар ықыласы баласына ауып, жас келіншекке кейде керенау қарап кетуші еді. Тегі сол Тұрарға бола Ізбайшаға бір рет қол жұмсаған да бар. Оның үстіне ұл бала Ізбайшаның өгей шеше екенін білет. Өзінің туған шешесі Қалипа марқұм, еміс-еміс болса да есінде. Ал Түйметай туған анасын білмейді. Сондықтан да Ізбайшаға бауыр басып, жалқы туған тұсаққа телген жетім қоздай тез иісіп алысып кеткен. Тұрар болса, жетім қозы тасбауыр, түңлерде отығар дегеннің керінде еді. Ол шешеден жетім екенін анық аңғарған. Анда-санда Қалипаның қарт әкесі Мамырбай шал келгенде бауырына тығылатын, сондықтан нағашы атымның ауылына барам деп әкесін мазалай беретінде тегін емес. Мамырбай шалды ботасы байлауда қалған үнденде еңкілеп қайта айналып, Бесағаштағы Рысқұл үйіне келе беретін. 20 үйлі Тау-Шілмәмбет ауылы бұл Мамырбайдың қызы тірі күнінде бір көрінбей, Қалипа марқұм болған соң көк шалағын тепеңдетіп қайта келетініне қайран қалысқан. Мамырбай кішкентай Тұрарды көргенде, жастайынан жер жастанған Қалипаны көргендей болатын. Тұрар 80-дегі Мамырбайдың бауырына басын тыққанда, мұрнына анасының иісі келетінін Тау-Шілмәмбеттіктер біле бермейтін.
Мына жаныстың жаман шалы неғып бауырмал бола қалды деп бостан босқа дал болар еді. Ал Мамырбай ойлайды, балаға әкенің жақындығы жезидей-ақ деп. Бірақ қателеседі әрине. Қайнатасына мінезі шәркес көрінетін Рысқұл Тұрарға жақындығы жезидей-ақ болған жоқ. Онсыз Рысқұлға өмір мәнсіз, мағынасыз. Балаға әкенің жақындығы жезидей-ақ депті біреу. Оны көпшілік қағып алып, қайталап айтып жүреді. Сірә жүздеген жылдар қайталаған шығар, ендеше шынашақтай шындықтың бар болғанда. Өмірде көтек құс сияқтылар аз ба? Көрінген үйме тезектің түбіне жұмыртқа салып, балапан басып, баласына қарамай кететін қайлабас тарғыл көтек, кейін құлаған тамның дуалында жағы тынбай зарлап отырады. Рысқұлдың табиғаты тарғыл көкектен басқалау. Қазір тарғыл тастың тасасынан тау ешкі аңдыған мергендей, тәуіп атаның қас қабағынан көз алмай отыр. Баланың бар тағдыры енді осы ахаттың қолында сияқты. Оның аузынан шығар сөзде зарғып отыр. Бір сәт Тұрарға көз түсіп еді, бала өзіне тесіле қарап жатыр екен. Рысқұлдың тұла бойы шым ете қалды. Сонда ол Тұрар өзі өле кетсе, мына әке күллі әлемнің адамдары жиылып арши алмас қалың қайғыда қалатын ойлап, уайымдап жатқанын айтпай сезді. Әке мен баланың арасында үнсіз ұғыныс, тілсіз махаббат, жіпсіз жалғанған жүректер барын осы жай аңдатар еді. Жасына жетпей көзіне ой тұңғиығы ұялаған жәдігерді Құдай көп көрмесе екен, маңдайымды тайқитып сорымды сордай ағызып кетпесе екен деп Рысқұл іштей шырылдады. Мамырбай Рысқұлдың аламан албырт мінезін ұната бермейді. Жасы егде тартқанша орнығып, орта түсіп, жуасы қоймағаны ұнамайды. Осынша тақыр кедей болғаны, анда да мұнда да сыйыспай жүргені қу мінезінен деп ойлайды. Күшті менен күреспе, мықты менен тіреспе деген бұрынғылар. Шаман келмейтін болған соң құр тұраштанып не керек? Одан да ақырын жүріп, анық басып, құба төбел қу тіршілікте біреуден ілгері, біреуден кейін дегендей бала шағыңды асыра. Адыр болғаныңмен ірі болмасаң, бәрі бекер. Бәрінен де осы Рысқұлдың қалипаны елең алаңда қолынан тартып әкеткені Мамырбай шалдың кәрі көкірегінен шемен болып кетпейді-ақ. Шал да болса түлкібас жуалдан ауып келген шымырдың бір тентегінің қорлығына көмбек емес еді. Қалипа марқұм. Жөкеме айтыңдар, өз ықтиярымен шықтым, шатақ шығарып ұятқа қалмасын деп сөз салыпты деген соң, Мамырбай өз шынтағын өзі тістей алмай қапа болып қалған. Көк шыбын біраз өңі өшіп, жым-жырт болған соң қайтадан безілдей бастады. Құрақ терезені тесіп шығуға 1000 жылда да шамасы жетпес. Бірақ шыныны соққылап ызыңдағанын қоймайды. Далаға, кең дүниеге шығуға деген құштарлық қыстаған бір мақұлық. Ахат сонда жалбыр қасын жалп еткізіп көзін ашып алды. Көз жанары жайдары жұмсақ екен. Әрбір қимылын аңдып отырған Рысқұлдың іші жылып қалды. Тәуіп өз құлағы ауыр болған соң, жұрттың бәрі саңырау деп ойлай ма екен, жарықтық әйтеуір. Рысқұл, Рысқұл деп айқай салды. Аруақ Құдай қолдаған екен, балаң бір қатерден қалыпты. Қатты келген екен, әлгі сүзекті айтам. Енді ешін етпейді, беті бері қарады. Түйірі бар тамақ ішкізбей-ақ қой. Он қуырып, сұйық бұламық бер. Және айтарым таба алсаң, қара қойдың қалжасы керек. Тек майын алған сорпасын ғана ішкіз. Құдай қаласа, жігітің жазылып кетеді. Ахат орнынан тұрып, таяғына сүйеніп, бүкшеңдей басып есікке беттеді. Шығып бара жатып артына бұрылып, әлгі қара қойдың қалжасын ұмытпа деді. Лезде қара қойдың қамы уайымдатқан Рысқұл Тәуіп ағасына рахмет айтуды да ұмытып кетіпті. Айтпақшы, адыраспан тұтатып, күн қызылы батқанда баланы үйдің сыртына алып шығып, құбылаға қарадып, шашатқанның қайнаған суымен ұшықта, деді Тәуіп қайта бұрылып.